60 жастан кейін ағза бұрынғыдай жұмыс істемейді. Ас қорыту баяулайды, сүйектер әлсірей бастайды. Бұлшықет массасы азаяды, ал иммунитет те бұрынғыдай мықты болмайды. Осындай кезде көп адам бір кеңесті жиі естиді: күнде айран ішіңіз. Бірақ шынымен солай ма? Айранды күнде ішкен әр адам пайда көреді ме? Әлде кейбір адамдар үшін ол керісінше зиян болуы мүмкін бе? Ең қызығы, көптеген адамдар айранды дұрыс уақытта ішпейді. Кейбіреулер дүкеннен бірінші кездескен айранды ала салады, ал енді бірі күніне бірнеше стақан ішсе, соғұрлым пайдалы болады деп ойлайды. Шын мәнінде бәрі олай емес. Бүгінгі видеода біз 60 жастан кейін күнде айран ішсеңіз ағзаңызда қандай өзгерістер болуы мүмкін екенін, кімдерге оның пайдасы көбірек екенін және қандай жағдайда айраннан сақ болған дұрыс екенін қарастырамыз. Егер денсаулығыңызды сақтағыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Соңында көп адам білмейтін өте маңызды кеңеспен бөлісеміз. Неге дәл 60 жастан кейін айранды ішу маңыздырақ? Мен өмір бойы айран ішіп келемін, неге дәл 60 жастан кейін ерекше айту керек деп сұрауыңыз мүмкін. Жауабы қарапайым. Жас ұлғайған сайын ағзада табиғи өзгерістер басталады. Асқазан сөлінің бөлінуі баяулайды. Ішектегі пайдалы бактериялардың құрамы да өзгереді. Кальцийдің сіңуі төмендейді. Бұлшықет біртіндеп азая бастайды. Осының бәрі адамның өзін бұрынғыдан әлсіз сезінуіне әсер етуі мүмкін. Сондықтан дәл осы кезеңде дұрыс тамақтану бұрынғыдан да маңызды бола түседі. Айран жай ғана сусын емес, ол құрамында ақуыз, кальций, фосфор және сүт қышқылды бактериялар бар ашытылған сүт өнімі. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, айранның өзі ауруды емдемейді. Ол тек дұрыс өмір салтының бір бөлігі ретінде ғана пайдалы болады. Енді ішектен басталатын денсаулыққа тоқталайық. Көп адамдар денсаулық жүректен басталады деп ойлайды, ал соңғы жылдары ғалымдар ішектің де бүкіл ағза үшін өте маңызды екенін айтып келеді. Неге? Өйткені ішекте триллиондаған бактерия өмір сүреді. Олардың бір бөлігі пайдалы болса, енді бірі зиян болуы мүмкін. Пайдалы бактериялар жеткілікті болса, ас жақсы қорытылады, ал олардың саны азайса, іш қату, іштің кебуі, газдың көбеюі, асқазанның жайсыздығы сияқты мәселелер жиірек кездесуі мүмкін. Айран құрамындағы тірі сүт қышқылды бактериялар ішек микрофлорасын қолдауға көмектеседі. Сондықтан кей адамдар күнде бір стақан айран ішкеннен кейін өзін жеңіл сезінетінін айтады. Бірақ мұнда маңызды бір ескерту бар. Егер сізде лактозаға төзбеушілік болса, немесе айран ішкен сайын ішіңіз қатты кебетін болса, бұл өнім сізге сәйкес келмеуі мүмкін. Мұндай жағдайда дәрігермен кеңескеніңіз дұрыс. Айранның сүйек пен буынға әсері. 60 жастан кейін адамдарды ең көп мазалайтын мәселелердің бірі сүйек пен буын. Баспалдақпен көтерілу қиындайды, сырқырайды, бел ауырады. Кей адамдардың бойы да аздап аласара бастайды. Бұл сүйек тығыздығының төмендеуімен байланысты болуы мүмкін. Айран құрамында кальций мен фосфор бар. Бұл минералдар сүйек саулығын сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар айрандағы ақуыз да сүйек тінінің қалыпты құрылымын қолдайды. Бірақ тағы бір маңызды жайт бар. Егер ағзада Д дәрумені жеткіліксіз болса, кальцийдің сіңуі нашарлауы мүмкін. Сондықтан тек айранға ғана сеніп қалмай, күн сәулесі, дұрыс тамақтану, қажет болған жағдайда дәрігер ұсынған Д дәрумені де маңызды. Жүрек пен қан қысымына ықпалы. Жүрек біздің ағзамыздағы ең көп жұмыс істейтін мүше. 60 жастан кейін оған түсетін жүктеме де арта түседі. Қан қысымының жоғарылауы, тамырлардың серпімділігінің төмендеуі және жүрек ауруларының қаупі жас ұлғайған сайын жиі кездеседі. Кейбір ғылыми зерттеулер ашытылған сүт өнімдерін тұрақты тұтынатын адамдарда жүрек қан тамыр ауруларының қаупі төменірек болуы мүмкін екенін көрсеткен. Бұл әсердің нақты себебі толық анықталмағанымен, мамандар мұны пайдалы бактериялармен, ақуыздармен және кейбір биоактивті заттармен байланыстырады. Дегенмен бір нәрсені нақты түсіну маңызды. Айран жоғары қан қысымын емдейтін дәрі емес.
Айран тек дұрыс тамақтанудың бір бөлігі. Ал дүкеннен айран таңдағанда оның құрамына назар аударыңыз. Қант қосылған немесе тәттілендірілген өнімдерден гөрі табиғи қантсыз айранға басымдық берген дұрыс. Айран бұлшық етті сақтауға көмектеседі ме? Көпшілік 60 жастан кейін ең басты мәселе сүйек деп ойлайды. Бірақ дәрігерлер тағы бір маңызды өзгеріске назар аударады. Бұлшық ет массасының біртіндеп азаюы. Бұл құбылыс табиғи түрде жүреді. Жылдар өткен сайын адамның қолындағы, аяғындағы және арқасындағы бұлшық еттер әлсірей бастайды. Соның салдарынан тез шаршау, тепе-теңдікті жоғалту және құлау қаупі артады. Айран құрамында сапалы ақуыз бар. Ақуыз бұлшық еттің негізгі құрылыс материалы. Егер адам жеткілікті ақуыз тұтынса және күн сайын қозғалып жеңіл жаттығулар жасаса, бұлшық ет массасын ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді. Бірақ бір нәрсені есте сақтаңыз, күніне бірнеше стақан айран ішсеңіз де, егер мүлде қозғалмасаңыз, бұл бұлшық етті сақтап қалмайды. Ең жақсы нәтиже дұрыс тамақтану мен тұрақты қозғалыстың үйлесімі. Тіпті күн сайын 20-30 минут серуендеудің өзі үлкен пайда әкелуі мүмкін. Айранды қай уақытта ішкен дұрыс? Көп адам бір сұрақ қояды: айранды таңертең ішкен дұрыс па, әлде кешке ме? Шын мәнінде бәріне бірдей ортақ уақыт жоқ. Егер таңертең жеңіл таңғы ас қажет болса, айранды сұлы жармасымен немесе басқа пайдалы тағамдармен бірге ішуге болады. Ал кешке жеңіл тамақтанғысы келетін адамдар үшін де бір стақан табиғи айран жақсы таңдау болуы мүмкін. Бірақ ұйықтар алдында өте көп мөлшерде ішудің қажеті жоқ. Әдетте 200-250 мл жеткілікті. Тағы бір маңызды мәселе: айранды өте суық күйінде ішпеуге тырысыңыз. Тоңазытқыштан жаңа шыққан өте салқын сусын кейбір адамдарда асқазанға жайсыздық тудыруы мүмкін. Бөлме температурасында бірнеше минут ұстап барып ішкен дұрыс. Қандай айранды таңдау керек? Дүкен сөресіне қарасаңыз, ондаған түрлі айран бар, бірақ олардың бәрі бірдей емес. Сатып алар кезде ең алдымен құрамына назар аударыңыз. Неғұрлым құрамы қарапайым болса, соғұрлым жақсы. Құрамында сүт, ашытқы мәдениеттері ғана болғаны дұрыс. Егер өнімнің құрамында көп мөлшерде қант, тәттілендіргіштер немесе түрлі қоспалар болса, ондай өнімнің пайдасы азаюы мүмкін. Және майлылығы да маңызды. Көпшілік адамдар үшін 1-3-2% майлылығы бар табиғи айран қолайлы. Сондай-ақ жарамдылық мерзіміне назар аударыңыз. Өте ұзақ сақталатын өнімдердің өңделу тәсілі өзгеше болуы мүмкін. Сондықтан әрдайым қаптамадағы ақпаратты оқып шығуды әдетке айналдырыңыз. Дерге айран күнде жарамайды. Айран пайдалы болғанымен ол барлық адамға бірдей сәйкес келе бермейді. Мысалы, лактозаға төзбеушілігі бар адамдар айран ішкеннен кейін іштің кебуі, ауырсынуы немесе диарея сияқты белгілерді байқауы мүмкін. Ал сүт ақуызына аллергиясы бар адамдарға айраннан толық бас тартуға тура келеді. Кейбір бүйрек аурулар кезінде ақуыз бен минералдарды шектеу қажет болуы мүмкін. Сондықтан мұндай жағдайда дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Егер айран ішкен сайын өзіңізді жайсыз сезінсеңіз, оны күшпен іше берудің қажеті жоқ. Әр адамның ағзасы әртүрлі. Бір адамға пайдалы болған нәрсе екінші адамға сәйкес келмеуі мүмкін. Қорытындылай келе, егер сіздің ағзаңыз айранды жақсы қабылдаса, табиғи қантсыз айран дұрыс тамақтанудың пайдалы бөлігі болады. Ол ішек микрофлорасын қолдауға, ағзаны ақуыз және кальциймен қамтамасыз етуге көмектеседі және жалпы дұрыс тамақтану үлгісіне жақсы сәйкес келеді. Егер сіз айранды жақсы көрсеңіз, оны мөлшермен және дұрыс таңдап ішіңіз. Ал сіз айранды күнде ішесіз бе, әлде кейде ғана тұтынасыз ба? Өз тәжірибеңізбен пікірде бөлісе кетіңіз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Алдағы видеоларда да жақсы пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.